Өңір аграрийлері бүгін Аққайың ауданында бас қосты. Дәстүрлі дала күнінде диқандар дәл егіншілік технологиясымен танысты. Дрондар, метеостанциялар мен тыңайтқыш себуші техниканы қолданудың арқасында көл көсір өнімге қол жеткізуге болады. Келешектің егіншілігі қандай? Бұған жерлес шаруалармен бірге тілшіміз Саят Ермекте көз жеткізіп қайтты. Жылына 2 рет теріскей диқандары осылай бас қосады. Көктемде егістік науқаны басталарда және күзде орақ науқаны жақындаған кезде. Кезекті дала күні дәл егіншілік технологиясына арналып отыр. Өз тәжірибесімен Қазақ агротехникалық университетінің өкілдері бөлісуді. Биыл оқу орны өңірдегі ауыл шаруашылығы тәжірибелік станциясына қайта жан бітірген. Биыл 2700 гектар алқапты дәл егіншілік технологиясын ендірдік. Бидай ғана емес, күнбағыс, соя, арпа мен жүгеріні де өсіріп жатырмыз. Қытай мен Америкадан алған тәжірибемізді қолданып, оны солтүстік Қазақстанның климаты мен топырағына бейімдеу үстіндеміз. Бұл алқап дәл егіншіліктің нәтижесі бойы белден асатын алтын дән тың технологиялар мен заманауи қондырғылардың көмегімен өсірілген екен. Ақылбек Күрішбаев бұл танаптың әр гектары 30 центнерден артық өнім береді деп отыр. Бірақ мұндай нәтижеге қалай қол жеткізуге болады? Әуеге көтерілген дрон дәл егіншілікте таптырмас құрал. Ол жердің нақты әрі жан-жақты картасын жасайды. Қай алқапқа қандай дақыл егілген, қай учаскеде арамшөп қаулаған, ал қай жерде өсімдік аурулары бас көтергелі тұр. Құлтемір қажетті ақпардың бәрін береді. На дронах и самолете установлен. Дрондар мен ұшқышсыз ұшақтарда қарапайым оптикалық камера, мультиспектралдық камера, тепловизор мен лазерлік сканер орнатылған. Осының арқасында жердің 3D моделін жасауға болады. Тағы бір көмекші метеостанциялар. Олар топырақтағы ылғал мөлшері мен оның температурасын анықтайды. Одан қалды жауын шашынды, ауа температурасындағы өзгерістерді де болжайды. Бұл жерге дән сіңіретін кез келген шаруаға қажет дүние дейді Құмар Ақсақалов. Бұрын агрономдар, әсіресе аға буын өкілдері егістік науқанын бастау уақытын жерді қолмен ұстап білетін. Бірақ бұл кеңестік кезеңнен қалған ескі әдіс. Қазір біз автоматикаға сүйенуіміз керек. Диқандарға егістік қашан бастау керектігін бізге осындай қондырғылар көрсетуі тиіс. Гербицидтер бұл танаптағы арамшөпті құртатын химия, бірақ оның дақыл үшінде зиянды екенін шаруалардың дені ескере бермейді. Сондықтан улы затты күллі алқапқа төгу салады. Осы орайда дәл егіншілік технологиясы көмекке келеді. Нам нужно дойти до такого уровня, чтобы начать. Гербицидтерді тек арамшөптерге ғана төгуіміз керек. Өзіміз көріп отырмыз, қазір мұндай техника жететін. Химияны астыққа шашуға болмайды. Өйткені бұл өнімділікке кері әсер етпей қоймайды. Негізі теріскейдің топырағы құнарлы, бірақ бұған қарамастан жыл сайын әр гектардың орташа өнімділігін 15-16 центнерден асыра алмай келеміз. Өйткені шаруалар алқаптарына немқұрайлы қарайды дейді агротехникалық университет профессоры Валентина Черненок. Сөзінше минералдық тыңайтқыштарды жерге енгізуде де дәлдік қажет. Селекционер выводя хорошие сорта интенсивные. Сұрып қаншалықты жақсы болмасын, егер ол құнарсыз жерге егілсе, ешқашан мол өнім бермейді. Сондықтан жерді дұрыс тыңайту керек. Әр дақыл үшін минералдық тыңайтқыштардың ең оңтайлы дозасы бар. Бірақ оны ешкім білмейді. Қалағанша себе береді. Ал ғылым дәлдікті қажет етеді. Міне, дәл егіншілік технологиясының игілігі осындай, бірақ көп диқандардың оны пайдаланарлық қаржылай мүмкіндігі жоқ. Технология қымбатқа түседі, мемлекет көмектесуге дайын. Өйткені қамбаларымыз астыққа молынан толсын десек, мұнсыз болмайды. Біздің облысымыздың жерлері Қазақстандағы ең құнарлы жер, оны үнемі айтып отырамыз. Бұл жерде міндетті түрде жыл сайын жақсы өнім алыну керек. Біраз потенциалымыз бар, бірақ осы потенциалымызды біз әлі де толығымен пайдаланып отырған жоқпыз. Қанша дегенмен ақырын жүріп, анық басып кей шаруашылықтар заман игіліктеріне бет бұрып келеді. 120 солтүстік қазақстандық агроқұрылымда бүгінде цифрлық технологиялар ендірілген. Бірақ бұл аздық етеді дейді облыс әкімі. Жаңа деңгейге шығамын дейтіндерге тәжірибелік станция мамандары қуана көмектеспек. Біраз өзгерістерді енгізу керекпіз, оқу керекпіз. Осы өзгерістерді енгізу үшін әрине біз оған дайын болу керекпіз біріншіден. Сол себеппен осы үлкен жұмыстың басында тұрмыз. Жаңа ғана көргендей, енді бір нәтижелі жұмыс болар деп сенеміз. Келесі жылдан бастап осы бірнеше аудандарда осы цифрландыру мәселелері, элементтері енгізуге біз дайынбыз. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.